Қайырлы таң, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Мынандай саудың тамағын жеп аурудың ойын ойлап аурудың сөзін айтатын кейбір қазақтың қыздарына айтайын дегенім, халықтың қамын ойласаң, халықтың ортасына келіп, елге келіп айт дейді. Мен елге келіп біріншіден айта алмаймын, себебі елдің ішіндегі отырған билік және құзырлы органдар бандиттер. Титтей блогерлеріңізге шейін бандитизмменен займаст етіп, бандитизмменен халықтың аузын жауып, қорқытып, үркітіп, алаяқтықпен байып отыр, жемқорлықпен байып отыр. Шынайы жандарыңыз ашса, елім деп еңіреген ерлеріміз қазіргі таңда түрмені толтырып отыр. Осы бандитизм, терроризм, Назарбаев пен Тоқаевтың сайқал саясатының кесірінен қазақтың түрмелері шынайы жанашыр қазақтың батырларыменен толып жатыр. Мықты екенсіңіздер. Неге елдің қамын жеген бүкіл әлемге әйгілі марафоншы Марат Жыланбаевқа бір тамшы су алып бармайсыңдар, қолдамайсыңдар, қорғамайсыңдар, ажал аузында жатыр осы күнде? Неге Әйгерім Тілеужанды қорғамайсыңдар, батыр қызды? Тоқаевқа өзінің қылмысын бетіне айтқан. Неге Думан Мұхаммед-Кәрімді қолдамайсыңдар? Не сендер күріштің артынан күрмек су ішкісі келеді екен деп тағы басымызды бәйгеге тігіп, ажалымызға асығып Тоқаевтың түрмесіне барып тоғытылайық па? Одан да елден жырақта жүріп, біріншіден баламызға жол ашсақ, екіншіден қазақтың көзін ашып жатырмыз. Мына сайқал саясаты бар қандықол қылмыскер Тоқаевтың жүйесінің қандай екенін, мына алаяқтар, қарабеттер, екі жүзділер халықтың қалтасын қалай тонап жатқанын, барлығын сыртта жүріп айтып, халықтың көзін ашып, мына бір алаяқтардың бет пердесін шешіп отырмын. Және құзырлы органдарды сол алаяқтармен жұмыс жасауға мәжбүрлеп, талап етіп, бағыт бағдар көрсетіп отырмыз. Сондықтан мен елге барамын, қашан мынау қылмыстық топ Назарбаев пен Тоқаевтың жүйесі кеткен күні барамын. Бір, екі, елдің ішіндегі жанашырларға бір үзім нан апарып беріп, соларды қорғаңыздар. Онсыз да түрме толды. Мықты екенсіңіздер. Сіздердің қамдарыңызды жеп, түрмеге тоғытылып атқан қазақтың жанашырын құтқарыңыздар бірінші. Мына қандықол қылмыскерлердің қолынан. Титтей блогерлеріңе шейін бандитизммен айналысады, қоқан-лоққы көрсетеді, бала-шағамен қорқытады, ұрының көті қуыс деп, ана ұрлықтары ашылып қалмас үшін барынша біздің аузымызды жауып, жанды жерімізден ұстап, бала-шағамызға шейін қорқытып жатыр. Так что ол қоғам бандитизм қоғамы, тек қана бандиттер мен ұрғарлар жақсы өмір сүріп жатыр. Қазір мен бала-шағамның жолын және халықтың көзін ашып жатырмын, және аша да беремін. Жүректерің жарылса жарылып кетсін. Мен сіздер секілді ажалын күтіп отыра беретін қыз емеспіз. Ажалым жеткенше халықтың көзін ашып, мына қылмыскерлермен күресіп үлгеріп қалуым керек. Елге бардым деген сөз, мен де Әйгерім Тілеужанның қасына кіріп, қамалып, мына халық дальше ұйықтайды деген сөз. Халықты ояту үшін жырақта жүргенім маған да олжа, саған да олжа.